Иә, құрметті көрермен, біз әуезді әннен оралған болсақ, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Рахмет Бекжан, қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің студиямызға келіп отырған қонағымыз қазіргі таңда тәжірибелі психолог, керемет нумеролог. Қаншама адамға өзінің қол ұшын беріп, қаншама жанға өзінің көмегін беріп жүрген жандардың бірі Гүлжан Есенқызы келіп отыр. Қайырлы таң, Гүлжан ханым. Саламатсыздар ма? Көңіл-күйіңіз қалай? Керемет. Жалпы Гүлжан ханым, сізге қояр сұрағымыз өте көп әрине. Жалпы психолог деп айтып жатырмыз, өзіңізден бастасақ. Менің есімім Гүлжан Есен болады. Жасым 35-те. 4 баланың анасымын. Жанұялық отбасымыз бар. Осы Шымкент қаласында тұрамыз. Психология, нумерология білімінде саласында жүргеніме уже 6-шы жыл. Қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Енді қазіргі таңда 21-ші ғасыр болғандықтан, жалпы қалай ойлайсыз, қаншалықты психолог керек деп ойлайсыз? Қазіргі заманда психолог өте керек, өйткені адамдардың барлығы осы 21-ші ғасырдан бастап барлығымыз ақша табуға өтіп кеттік негізі. Адамдардың қазіргі уақытта құндылықтардың бәрі азайып бара жатыр. Өйткені ата-ана таңертең жұмысқа кетеді, кешке келеді, бала-шағаның көбісі қараусыз. Осындай жағдайларға байланысты үйде әйел мен ер адамның арасында қарым-қатынас бұзылады, ол әрине бала-шағаға әсер етеді. Осындай жағдайлардан дұрыс шығу үшін психологтардың көмектері қажет. Керемет Гүлжан ханым. Жалпы бірінші біз бастайтын болсақ, жалпы көрермендерімізге түсінікті болу үшін психология дегенімізді қалай түсіндірерсіз біздің көрермендерге? Психология дегеніміз негізі адамның жан тәнін емдеу. Адамның душасын. Мысалы, адам туылған кезде біз аппақ парақ болып туыламыз. Бірақ уақыт өте келе ақ қағаздың бетіне әртүрлі запистер басыла бастайды. Біздің денеміз ол біздің архив. Бірақ уақыт өте келе оның бәрі шыға бастайды. Сол уақытта психологқа адамдар жүгіне бастайды. Мысалы, әртүрлі запроспен келеді. Оның бірінші, мен өзімді таппай жүрмін. Мен ата-анамен қарым-қатынасым дұрыс емес. Болмаса жолдасыммен қарым-қатынасым дұрыс емес. Мен дұрыстап ақша таба алмай жатырмын. Болмаса мен баламды дұрыстап түсіне алмай жатырмын деген запростар өте көп. Депрессиямен келеді, страхпен келеді, тревогамен келеді. Осы барлық келіп жатқан запростармен жұмыс жасаймыз. Керемет. Жалпы енді біздің білуімізше кезінде бізде детская травма деген балалық шақтағы бір ондай көрініс болмаған, бірақ қазіргі таңда осы соңғы 5 жылдың ішінде қатты дамып кетті осы дүние. Жалпы ол дүние бар ма, және адамдар, айналадағы адамдар қалай оны қабылдайды? Детская травма деген ол әркімде әртүрлі болады. Біреу мысалы ит қауып алады, ол мысалы, сол кезде егер ит тістеген болса, ол адамда травма қалады. Бірақ уақыт өте келе ол барлық нәрседен қорқа бастайды. Сол кезде ол түсінеді, ол что тело уже начинает бізге уже сигнал бере бастайды. Сол кезде адамдар келе бастайды. Негізі детский травма дегеніміз адамның 12-13 жасына дейін болады, бірақ 14-15 жастан бастап ол сыртқа шыға бастайды. Ол әртүрлі эмоцияларда рөлдер ойнайды. Ол адамдармен араласуы, мектептегі ортада дұрыстауы, өзін ертең сабаққа, даже сабақта білім дұрыс алуына дейін ол әсер етеді. Жалпы қазіргі таңда енді көбісі психологқа баруға қорқып жатады, себебі арада қалған әңгіме тарап кетеді деп, сенімсіз адам деп айтып жатады. Сол секілді қалай ойлайсыз, қаншалықты арада айтылған әңгіме арада қалады, құпия болады? Жоқ, мысалы бізге қанша күнде адамдар келіп жатады, ол кісінің тағдыры, өмірі, ол только сол кісіге ғана құқылы. Біз оны басқа адамға жеткізуге айтуға, былай айтқанда, орысша айтқанда, не имеем права. Болмайды. Бізде мысалы клиент пен психологтың арасында үлкен конфиденциальность бар, біз соны сақтаймыз. Керемет Гүлжан ханым. Жалпы осы сөздің 90 ауыз тобықта түйін айтқанда, жабулы қазір жабулы күйінде қалады дейсіз ғой. Ендеше келесі сұрағымызға оралсақ, енді сіздердің жұмыстарыңыз оңай емес, күніне қанша адаммен кездесіп, сұхбаттасып жатасыздар. Жалпы психологтың өзіне психолог керек деп ойлайсыз ба? Әрине, психологтың өзіне психолог керек. Жылына мен мысалы Алматыға 2 рет, 3 рет барып, өзімнің наставнигім бар. Сол кісіге барып, бізде жиналып қалған дүниемен бөлісіп қайтамыз. Психологқа да психолог керек деген ол рас. Жалпы енді қазіргі таңда Гүлжан ханым, қаншама, менің әріптесім айтқандай, қаншама адаммен сұхбаттасып жатасыз. Біреуде ата-енемен, біреуде күйеумен, біреуде ақшамен сыналып, өзінің қателіктері болып жатады, проблемалар болып жатады. Сол бір адамдармен, қазіргі таңда қинап жатқан жандармен сұхбаттасқан барыста, сол бір энергияны, сол бір кезді өзіңізге қабылдамайсыз ба?
Жоқ, менде басында болды ондай нәрсе. Мысалы, менде бір история айтып кетейін. Маған осы Шымкент қаласына онкологиядан бір қыз келді. Мен ол кісіні ондай состояние деп ойлаған жоқпын. Бірақ барған кезде енді амал жоқ, бір апта тамақ ішпеген, жүріп тұра алмайды. Сол кісіге терапия жасадық. Отырып консультация жасадық, разбор жасадық. И сол кісіден кейін 2 күн үйде температурамен жаттым. Да, баста ондай болды. Да, қазіргі уақытта бірақ уже ондай состояниеда емеспіз. Оның өзінің бағанағы тұзбен шайыну, қазақта да бар ғой, иә, өз-өзіңізге қарап денеден алып тастауға болады. Жалпы осы бір салаға келгеніме 6 жыл болды деп айтып жатырсыз, иә. 6 жылдың ішінде не түйдіңіз, психолог маманы болып? 6 жылдың ішінде адамды еркіндікке шығаратын сала деп айтсам болады. Өйткені адамдарға мен былай айтар едім, кейде ақшамен сыналып жатқандарға қуаныңдар дер едім. Өйткені баламен емес, анамен емес, әкемен емес, ақшаны табуға болады. Сол үшін сондай еркіндіктерге дұрыс жолды көрсететін біз сияқты мамандар өте көп қазіргі уақытта. Сол кісілерге обращаться етіп, сұрақтарыңызды қиналмай, қорықпай қойсаңыздар, сенсеңіздер, сол жерде сіздерде обязательно результатқа жетесіздер. Керемет. Ендеше Гүлжан ханым, жалпы айтқанда осы салаға, психология саласына қалай келдіңіз өзіңіз? Психология саласына мен 2014-те келдім. 2014-те мен Москвадан психолог іздедім, бірақ Қазақстаннан таппадым сол уақытта. Менің 4 жасар қызым мен үшін неуправляемый. Өйткені біздің уақытымызда ата-ана бізді управлять етті ғой. Біз не айтады соны істедік, бірақ мен қызым постоянно қарсы шығатын. Сол кезде 2014-те бүкіл, енді ашық айта берейін, алтындарымды өткізіп миллион теңге төлеп, ол кісіні 1 жыл күткем Москвадан. Сөйтіп 2015-те ол кісі келді, сөйтіп қызымды алып кіріп, бағанағы разбор жасаған кезде 10 минутқа жетпей қызымды алып шықты мен. Қызыңыз идеальный, вас надо лечить деп мені бірінші терапияға 2015-те алып қалған сол Юля деген психолог болды. Сол кісі менің өмірімді өзгерткен сол кісі. Керемет. Жалпы енді айтып жатырмыз, психолог, нумеролог деп, иә. Адамдарға қалай көмектесесіз? Өзінің бір әдістері бар, иә, психологияның. Жалпы соны бізге бір кішігірім айта өтсеңіз. Мысалы, бізде психологияда методтар көп. Мысалы, нумерологияда біз сандар арқылы көмек береміз. В основном, мысалы, адамдар миссиясын таппай жүрген болса, адасып жүрген адамдар өте көп бізде. Біз сол арқылы, нумерология арқылы көмектесеміз. Психология арқылы біз адамның жанын, тәнін, ішіндегі душасын емдейміз. Ол жерде көптеген методтар бар, оның бәрін айта берсек, қазір біздің уақытымыз жетпейді. Жалпы Гүлжан ханым, айта кеткендей, біздің сізге қояр сұрағымыз өте көп. Жалпы адамның туа біткен мінезі болады ма? Әлде бір өсіп жетіле келе мінезін өзгертуге болады ма? Жоқ, адамда туа біткен мінез болады. Бірақ ол коррекцияға жатады. Бірақ біз психологияда, нумерологияда болсын, біз адамды еш уақытта өзгертпейміз. Негізі да, біз адам өзінен бастау керек. Егер адам өзіне рұқсат берген уақытта ғана адамда өзгеріс болады. Мысалы, алатын болсақ, бір қыз, яғни ол өте ашушаң, бірден айта салады өзінің ойын. Оған мысалы барлығы айтады, сенің мінезіңді дұрыстау керек, сенің мінезің ит мінез деп, мысалы да. Ол туа біткен мінез болса, ол адамдарға қалай жағады жалпы, ол өз-өзін қалай өзгерте алады? Жоқ, ол жерде бірнеше факторлар бар. Бірінші, ол үйдегі сценарий болуы мүмкін. Ол мамасының, біз барлық нәрсені былай айтқанда 50-50 мама мен пападан аламыз. Мысалы, бізде 2 граник ыстық су мен мұздай су болатын болса, пример, біз мұздай суға да шомыламаймыз ұзақ уақыт, ыстық суға да шомыламаймыз. Біз 50-50 ыстық мен мұздайды қосқанда ғана шомыламыз. Сол сияқты біз әке-шешеден бүкіл мінез құлықты аламыз. Сол мінез құлықты үйде ол қыз көреді. Мысалы, мамасы әкесіне қарап зіркіп сөйлеуі мүмкін. Болмаса анасы жұмыста сондай бір мінез көрсетуі мүмкін. Ол қыз на автомате сол сценарийді қайталайды. И ортада да тура сол сияқты өзін көрсете бастайды. Бірақ ол жерде дұрыс айтқан кезде дұрыс сепарация болу керек. Бізде көбінесе отбасыларда осындай система қайталанады да, сценарийді алып келеді, актерларды ғана менять етеді, и тура әке-шешесі сияқты өмір сүретіндер өте көп. Сол үшін бұл жерде факторлар өте көп. Ол үшін отырып 1 сағаттық разбор керек, сол кезде ғана нақты жауап шығады. Яғни адамның туа біткен мінезі ауыспайды, иә? Ешқандай өзгертілмейді. Өзгертіледі. Иә. Өйткені адам семьяда айтып жатырмын ғой, ұрыс керісте өскен бала, ол обязательно ұрыс керісті көрсетеді. Егер бала махаббатта өскен болса, ол махаббатты көрсетеді.
Егер бала мейірімде, ақылда, даналықта өскен бала болса, ол сырт көзге ертең тура соны көрсетеді. Болды. Жалпы айтқанда, қазақилықпенен айтатын болсақ, ұядан не көрсе, ұшқанда сол біледі дейді біздің қазақ. Және келесі сұраққа оралатын болсақ, жалпы айтқанда, тұтынушыны, жалпы сіздің тұтынушыңыз қандай сұрақтарменен ашып аласыз? Жалпы егер де ашыла алмай, әңгімесін айта алмай жатқан кейбір адамдар өте тұйық болады психологқа келген кезде. Мысалы, ол бірінші сессияда болмауы мүмкін, бірақ екінші сессияда ол обязательно болады. Ондай кездер өте көп болған. Менің историямда осы бір келіншек болды. Запрос болған жоқ, просто келді, мне тяжело деп келді. Бірақ бірінші запроста ештеңе шықпады, бірақ екінші запросқа келген кезде мен бала шағама банандай ұрып соққым келіп тұрады деген запроспен келді. Ал оған кейін терапия уақытында, жұмыс барысында біз таптық, что уақытысында мамасы только солай ұрып отырған. И соны ол қайталағысы келеді, бірақ өзіне рұқсат бермейді. Вот осындай жағдайларда болып тұрады. Жалпы енді сіздің алдыңызға тұтынушы келді, сіз сөйлестіңіз, қанша уақыт өтеді терапия, және де қанша уақыт арасында біз нәтижесін көре аламыз? 6 ай. 6 ай 1 жыл. 6 ай 1 жыл. 6 ай 1 жыл. Адамда біз моментально, былай айтқанда волшебная таблетка жоқ. Адам, біз былай айтқанда 20% береміз, біз направить етеміз. Бірақ 80% ол өздеріне байланысты. Өзін қалай алып шығады. Ал сабақ қанша уақыт болады? Енді сабақ ол кісінің, мысалы, 6 айда біз айына 2 рет жолығамыз. Айына 2 мәрте. Егер ондай запростары тяжелый болатын кездерде, одан да көп болуы мүмкін. Енді былайша айтатын болсақ, детский психолог пен взрослый психологтың айырмашылығы неде? Детский психология сәл өзгешелеу болады. Взрослый психологияда легче работать. А детский психологияда балдармен жұмыс жасау өте қиын. Өйткені бала ашыла бермейді. Бала ашылу үшін не таныс адам болу керек та, мысалы, бірден ашылу үшін, оның сеніміне кіру үшін уақыттар қажет. Керемет. Жалпы енді айтып жатырмыз ғой, өте балдармен жұмыс істеген ауыр деп, үлкендерге қарағанда деп, қалай ойлайсыз, керемет тәжірибелі психолог болу үшін қанша уақыт үйрену керек? Психолог болу үшін мен уақыт деп айтпас едім. Оның бәрі практикамен келеді. Сізде қаншалықты көп практика, қаншалықты история, қаншалықты запрос, сіз сол арқылы өсесіз. Керемет, Гүлжан ханым. Жалпы осы психолог саласына келу үшін, психология саласына келу үшін міндетті бір түрде бір талант керек пе, әлде оқу керек пе? Оқу керек, және де талант та керек. Адамды чувствовать ету үйрену керек. Өйткені біз психологтар былай айтқанда біз үлкен бір поледе жұмыс жасаймыз. Ол полені сен сезе алмасаң, адамның бана қайғысына ортақтаса алмасаң, оның сезімін сезіне алмасаң, онда ол жерде сіз психолог болып жұмыс жасай алмайсыз. Гүлжан ханым, жалпы қазіргі таңда ата-енемен болып жатқан қазіргі жас қыздардың мінезі өзгеше. Ал жаңағыда үлкен әпкелеріміздің тәрбиесі өзгеше, ал қазіргі жастардың тәрбиесі, ойлары міндетті түрде басқаша болып табылады. Жалпы қалай ойлайсыз? Кезінде негізі психолог деген дүние аз болатын, тек мектепте ғана болатын. Бір жағдай болып қалған кезде бізге жаңағыдай келіп сұрайтын, ал қазір кішкентай баланы да психологқа апарады. Жалпы қалай ойлайсыз? Балдарды психологқа апарып тұру қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Негізі дұрыс. Мен қызым бірінші психологқа 5 жасында барса, одан кейінгі психологқа ол қызым 14 жасында барды. Ол қызым спортсменка. Сол кезде маған бір күн звондады. Мен Алматыда тұғым, ол қызым Ақтауда тұғын жарыста. Мама, постоянно менде 1 очко жетпей қалады. Неге? Оның шешімі неде? Мама, маған көмектес деп жылап звондаған кезде, бізге енді балдарымызды қарауға рұқсат жоқ, басқа бір психологқа апарып, қаратып, шешімін таптық. Ол нормально. Қазіргі уақытта әртүрлі запростармен келеді. Мама, менде тревога болып жатыр. Мама, мен страх болып жатыр. Оның бәрі бағанағы детствода қорқып қалған болуы мүмкін. Бізде ата-анамыз ғой кішкентай кезінде ұрған шығарымыз мүмкін. Оның барлығы айтқандай 13-14 жастан кейін шығамыз дейді. Керемет. Жалпы ең қазіргі таңда ауқымды сұрақтардың бірі бізде мектептегі буллинг. Жастарды, яғни оқушы ретінде оқып жүрген кезде қыздарды бөлектеу, немесе арада жағдай жетіспей, мысалы айтатын болсақ, байдың қызы, жағдай төмен қызды бөлектейтін кездер болады. Жалпы сол бір дүниеге ойыңыз қалай? Мен осы теманы кеше ғана қыздармен сөйлескенде, вообще буллинг деген не ол деп сұрадым өздерінен. Мам,
қыздарды балдарды шеттетіп бір жертваны табу керек деп айтты. Солай түсін. Сендердің класстарыңда, сыныптарыңда бар ма деген, мама бізде ондай жоқ деді. Енді Аллаға шүкір, менің қыздарымның ортасы өздері сияқты. Ол ортаға байланысты. Егер бағанағыдай сіз айтқанда бай кедей болып үйде әке шешесі барлығын менсінбей шеттетіп жататын болса, ол қыз обязательно мектепте сол нәрсені қайталайды. Болды, сол-ақ нәрсе. Керемет. Жалпы айтып өтсеңіз, сіздің тұтынушыларыңыз көп, жалпы соның ішінде жастар жағы көп пе, әлде үлкен кісілер көп пе? Үлкен кісілер көп. Орта жастағылар. Өйткені көбінесе адамның денесіне ауру шыққанда келеді психологқа. Мен психологтың күшін 2020-да сезінгем. Өзім анам көкірегінен онкология деп шықты. Сол кезде операция істеп болған екен, бірінші очередь біз психологқа көрсеттік. Өйткені әйел адамда көкіректе онкология болған кезде оның өзінің психосоматикалары бар, сол арқылы шешіп психологқа апарып, Аллаға шүкір, қазір жақсы ол диагноз алынды. Сол үшін адамдар өздерін сол дәрежеге жеткізбеу керек. Сондай ауруға жеткізбеу керек. Жалпы Гүлжан ханым, қазіргі таңда сіз кішкентай балдарды да үлкен кісілерді емдейсіз. Яғни емдегенде жүрегін тыңдап, жүрегіне қандай бір дүние шығып жатқанын барлығын біліп отырасыз. Ол кісімен сөйлеспесеңіз де, иә. Сол секілді қазіргі жастарға, үлкен кісілерге бір өзіңіздің бір үш маңызды, осы бір өмірдегі, үш маңызды бір дүниедегі қасиетті айтып кетсеңіз. Бірінші ата-аналарға айтар едім. Бірінші, баланы тәрбиелемес бұрын өздеріңіз тәрбиелеңіздер деп. Өйткені ана темекі шегіп отырып, қызынан темекі шекпей деп айта алмайды. Дұрыс айтасыз. Түсіндік қой, екіншіден, балдарға гиперопеканы тоқтату керек. Балдарды сәл свободаға жіберу керек. Балдардың өздерінде решение болу керек. Үшінші айтарым, только сыйластық үйде сөзбен емес, іспен, әрекетпен көрсету керек. Сіз егер әйеліңізді боқтап, бірақ сен әйеліңді боқтама деп айтамайсың ғой. Сол үшін бірінші анасына құрмет үйде. Әйелі әкесіне құрмет, балдарына құрмет, оны көріп өскен бала обязательно сол нәрсені қайталайды. Дұрыс айтасыз. Жалпы айтқанда әке көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер дейді. Жалпы айтқанда сіздер қандай болсаңыздар, сіздерден кейін жалпы адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Сондықтан да сіздер жалпы өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа сіздер жол көрсетесіздер. Рахмет Гүлжан ханым, біздің студиямызға келіп, керемет сұхбат бергеніңізге. Сіңіз алға баса берсін. Сіз сияқты біздің Қазақстан Республикамызда, Шымкент қаламызда сіз сияқты жандар көбейе берсін деп тілейміз. Сіздің жалпы отбасыңызға байлық, деніңізге саулық, толағай табыстар тілейміз. Аумен. Сіздерге де тек сәттілік, жолдарыңыз ашық болсын, жұмыстарыңыз іске басып, өздеріңіздің қалаған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Рахмет үлкен. Қымбатты көрермендер, олай болса қазір керемет әуездәнге кезек берейік, одан кейін біз сіздермен қарай жалғастырамыз. Экраннан алыстамаңыздар.